Видео басамай тұрып менің каналыма тіркеліп колокольчик басуды ұмытпаймыз. Ал енді оқиғамызды бастаймыз. Осы уақытқа шейін мен ешқандай құбыжықтарға сенбейтін едім. Алдыңғы аптада біз анам екеуміз орманға бардық. Біз ояққа сағат 6-да бардық. Дала өте қараңғы болды. Анам тоңып қалмау үшін от жандырды. Сосын біз палаткаларды жайдық. 30 минуттан кейін біз тамақтанып алдық. Сосын мен ұйықтауға бардым. Мен сағат 10-да тұрып кеттім. Дәретханаға қатты барғым келіп тұрды. Фонарикті алып далаға шықтым. Мен бір жаққа келіп бір түрлі дауыстарды сезе бастадым. Мен қорқыныштан палаткаға қайтып жүгіріп кірдім. Бірнеше минуттан кейін мен қайтып дауыстарды естіп бастадым. Осы кезде дауыстар өте қатты жақындай берді. Мен қорыққаннан ұйықтап бастадым. 15 минуттан кейін мен қайтып тұрып кеттім. Ол менің дәл қасымда тұрды. Мен ояққа баруға қорқып тұрдым. Мен ол кезде ұйқысынып тұрдым. Мен фонарикті алып сояққа жақтым. Бірақ ол қателік болды. Ол жақта өте қорқынышты бірдеңе тұрды. Ол маған жақындап келді. Мен оны көріп шошып кеттім. Оның бойы және тырнақтары ұзын болды. Оның бойы бүкіл адамнан ұзын болды. Және оның тырнақтары адамға ұқсамайды. Және аяқтары да адамға ұқсамайды. Ол менің палаткаларымды тырнақтарымен тесе бастады. Мен оның тырнақтарының жартысын көріп қалдым. Ол маған жақындап аяғымды тырнап жіберді. Мен оны ойламастан теуіп жібердім. Ол қолын алып тастады да маған қарап тұрды. Мен қатты қорқып тұрдым. Ол маған қарап тұрды. Мен де оған қорқынышпен қарап тұрдым. Бір кезде ол кетіп қалады. Мен қуанып сумкамнан аптечканы алып аяғымды орап алдым. Аяғым қатты ауырған жоқ. Мен палаткадан шығып анамның палаткасына бардым. Анам да түнімен ұйықтамаған, ол мен сияқты қорқып тұрды. 15 минуттан кейін біз жиналып машинамен кетіп қалдық. Сағат түнгі 3 болды. Үйге біз таңғы 5-те жеттік. Осы оқиғадан кейін мен орманға ешқашан бармаймын. Осымен оқиға аяқталды. Оқиға ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.